Эй, отличник. Салам алейкум. Қалайсың? Қалай жағдай? Жақсы. Қош келдің, молодец. Рахмет. Омар, дым өзгермепсің ғой, а? Өй, біз қатын деген строго, холодильникте ұстайды ғой. Жап-жасып жүре бересің. Өзің қалай? Жақсы. Бүкіл ауыл деген шулап жатыр ғой. Ойбай, сендердің отличниктерің келді деп. Келгенім жаңа ғой, кім айтып жүр? Біздің ауылдың сөргішниктерін білмейсің ба? Агентура ғой. Бұрынғы Ләззат апай сияқты ма? Иә, Ләззат апай арайым. Екеуі бір-біріне жіберіп тұрады да. Молодец, дұрыс болды келгені. Әйтпесе, анда-санда бүйтіп арып өтіп тұрам ғой, үйге қарап дегендей. Қарайсың енді, кішкене үй деген тозып баратыр Халилотаның үйі. Жаным ашиды да. Қайта сен келіп, молодец, мына қара шаңыраққа қарап тұрасың. Иә? Не? Жүрсең ғана көл жаққа барып келейік, кішкене әңгіме соғып, жас жаққа еске алып. Кеттік. Кеттік па? Иә. Жолдан американы алатын жер бар ма? Ол не? Арақ па? Жоқ, кофе. Кофе? Жүр, трибаным алып берем ғой. Мен сен жуайын деп отырмын өзі. Кеттік. Жүр, мына рамкаға отырасың ба? Жоқ, өстік қой уже. Бұл кезін. На прикол есіңде ма? Қойсы. Сол. Қазір ауылда өзім жазып қалдым. Бәрі кетіп қалды. Сен келгенің жақсы болды негізі. Шынымды айтсам, ауылға келем деп ойламадым. Осы сен қалада біресе бүлдіріп ауылға қашып келген жоқсың ба? Қойшы. Ертең жаңалықта көріп жүрмейік сен? Жоқ, әрине. Нені неғып келдің? Бизнес партнерім лақтырып кетті. Қарызға батып, үйді бәрін сатып, осында келуге тура келді. Бәсе? Қалай десе жаным беретін аман жол. Неғып ауылға қашып келді десем, сол екен ғой. Қатты депрессияға түсіп кеттім. Одан Лиданы әрең көндіріп, уақытша тұра тұрайық деп. Осында келдік. Қанша уақытта келдің? Бәлмеймін. 3-4 ай шығар. Осы, Алматыға немене бәрін жүгіріп бара бересіңдер? Ол, ауасы лас, күні бойы пробкада. Адамдар лақтырып атады. Не істейсіңдер? Осы 5 блокта тұра бермейсіңдер ма? Ауасы тап-таза, суы балдай. Ешкім лақтырмайды. Ары кетсең 1-2 мыңға біреу қарыз қосырып лақтырып кетеді. Иә, бірақ жұмыс, үлкен бизнес барлығы қалада ғой. Оның енді рас. Ауылда жұмыс жоқ. Бұрын осында келіп балық ұстап, ермек қылушы еді. Қазір ол да жоқ. Міне, қалғанын қураған қамыс. Ауылды 5 бұлақ емес, 5 қамыс десе болады. Иә. Ей, балық түсті. Тар, тартсайшы.